Уху, Дауыл! Дауыл анимациялық студиясы ұсынады. Алтын шеттеуік, Ыбырай Алтынсарин. Бір үлкен мейрам алдында әкесі балаларын қуанту үшін үйіне әртүрлі жеміс алып келді. Леночка деген ең кіші қыз сол көп жемістің ішінде сырты алтынмен қапталған шеттеуіктерді алғысы келіп, «Маған сол алтын шеттеуіктерді бер!» деп қоймады. Анасы айтты, «Бұл шеттеуіктер тек әдемілік үшін істелген, мыналарды ал», деп басқаларын беріп еді. Леночка жылай бастады. «Мен қара шеттеуікті алмаймын, алтын тыстысын аламын, оның ішіндегі дәні де тәтті шығар», деп. Анасы айтқанды түсінбейтін баланың дегенін істегеннен басқа амалы жоқ екенін ойлап, Леночкаға алтын тысты шеттеуіктерді, басқа балаларына қара шеттеуіктерді таратып берді. Леночка қуанып, шеттеуіктерді ашып қараса, бәрінің іші бос, ішінде дәні жоқ, тек қабықтар екен. Мұны көрген балалар Леночкаға күле бастады. Сонда атасы айтты, «Бұл шеттеуіктер жеу үшін емес, тек көзге әдемі көріну үшін жасалған. Мен шеттеуіктердің бос қабығын алып, сыртын бояп қана қойып едім. Екінші рет не нәрсенің де тек сыртына қарап қызықпа, жақсысы ішінде болады», деді.